Фредди ойындағы аниматрониктердің ішінде балалар жасырынғанын білесің бе? Иә достар, бүгінгі видеода Фредди мен 5 түн ойынының оқиғасын айтып беретін боламын. Бұл оқиға өте қорқынышты әрі қызық. Сол үшін видеоны соңына дейін көріп кетіңіздер. Ең басында бәрі былай басталған. Уильям Афтон мен Хенри Эмили бір компания ашады. Олардың компаниялары пиццерия болады. Екеуі бірлесіп аниматрониктерді жасап шығады. Олардың жасаған ең алғашқы аниматрониктері Фредбер мен Бонниді жасап шығады. Бұл аниматрониктердің өздерінің ерекшеліктері бар еді. Оның ішіне адам кіріп, адам қозғай алатын етін, және де өзі де қозғала алады. Оған қандай да бір су не болмаса су сияқты сұйықтық тисе, ол сразу ішіндегі адамды өлтіріп тастайтын болған достар. Және де аниматрониктер жасап болғанса Фредберс пиццериясын ашады. 1983 жыл Фредди Фазберс пиццериясы Фредберс пен Бонниден басқа да түрлі аниматрониктерді жасап шығады. Уильям Афтонның бірнеше балалары бар еді. Майкл, жылауық бала және де Элизабет. Ал Генридің бір ғана баласы бар еді, оның аты Шарлотта. Генри өзінің ұлының қауіпсіздігі үшін жаңада аниматроник ойлап табады. Бұл аниматроник, яғни күзетші аниматроник. Генридің балдары осының арқасында қауіпсіздікте отыр. Ал Уильям Афтон болса өз балдарына мүлде көңіл бөлмей жүр. Ал жылауық балаға өзінің ағасы Майкл қайта-қайта шошытып, оны жылата берген. Соның кесірінен жылауық бала өмір бойына травма алып қалған. Осылай жүре келе жылауық баланың да туған күні кеп қалған болатын. Бірақ бұл туған күн емес. Бұл өмірдегі соңғы күн достар. Пиццерии прямо к вам домой. Вам не нужно ждать, что будете танцевать с Фредбером и друзьями. В ночи будня по 87 каналу после программы. Жылауық баланы ағасы Майкл тағы да осы жерде қорқытқан болатын. Не забудьте взять пиццу. Фредбер и Спринг Бонни выступят всего через 5 минут. Осы кезде Фредбердің аузына жылауық баланы өз ағасы Майкл қыстырып жібереді. Ал жылауық бала болса осы кезде өліп кетеді достар. Ал енді жылауық баланың әруағы Фредбердің бойында өмір сүреді достар. Жылауық бала өліп кеткен екен, әкесі Уильям Афтон қатты қайғырады. Оның қайғырған соншалық өзінің досын көре алмайды. Ода әйелі бар, баласы бар, және өзі аниматроник жасай алады. Емін-еркін ойнап жүрген Генридің баласы сыртта қалып кетеді. Ал Уильям Афтон болса Генридің баласын келіп пиццерияның сыртында өлтіріп кетеді. Генри жасаған күзетші аниматроник баланы іздеуге шығады. Генри жасаған аниматроник баланың үстіне қонады, және де оның рухы аниматрониктің ішіне кіріп кетеді. Афтон ішіп алып келіп үйіне кіре сала Майклдың қаяқта екенін сұрайды. Афтон Майклдың бөлмесіне келеді, ал Майклдың бөлмесі жабық тұретін. Афтон далаға шығып барайды, ал Майклдың терезесі болса сынып қалған етін. Бұл уақытта Майкл далаға қашып шығып, өзінің өліп қалған інісі, яғни жылауық баланы көміп тастаған жерге барады.
Шоу скоро начнется. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах. Осы кезде Уильям Афтон жаңадан аниматрониктер жасап шығады. Уильям Афтон өзінің қызын Элизабетті жаңа аниматроникпен алдағысы келеді. Жоспар былай: жаңадан жасалған аниматроник Элизабетке балмұздақ берем деп шақырып алады. Одан кейін оны өлтіру керек болады. Соған бола жаңадан пиццерия ашылады. Я могу делать нечто особенное. Ты это знал? Я могу делать мороженое, но это делаешь однажды. Какой же прекрасный был день. Я была в маленькой комнате с шарами и парой столов. Я всегда читала детей. Не знаю почему. Чаще всего они играли вместе группами по 2 или 3 ребенка. Было 4, потом 3, затем 2 и 1. Пора сыграть. Мороженое. Уильям Афтон өзінің қызын Элизабетті жаңа аниматроникқа сынап көреді. Әрине, аниматроник жұмыс істеп тұр, бірақ Элизабетті аниматрониктің ішінде қалып өліп қалған болатын достар. Және жаңадан ашылған пиццерия қайтадан жабылып қалады достар. Элизабеттің рухы бағанағы өзін өлтірген аниматрониктің ішіне кіріп кетеді. Енді ол да Уильям Афтонды өлтіруге көмектесетін болады.